Болашақ халықаралық стипендиясына биыл 20 жыл. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен қолға алынған бағдарлама бойынша 5714 адам білім алды. Қазіргі таңда тағы да 3000-ға жуық жас шетелдерде оқып жүр. Бүгін үкіметте атқарылған жұмыс қорытындыланды. Дархан Әбдуахит әңгімелейді. Соңғы 2 жылда болашақ бағдарламасы барынша жаңартылды деді Бақытжан Жұмағұлов. 2011 жылдан бастап бакалавр тоқтатылып, магистрлер мен PhD докторларын оқытуға және тағылымдамадан өтуге көңіл бөлінді. Сонымен қатар жұмысқа орналастыру мәселесі түбегейлі шешілді. Бүгінгі күнге дейін болашақтың қанша түлегі жұмыспен қамтылған? Қазіргі уақытта жұмысқа орналаспаған түлектердің саны тек қана 87 бала. Олардың бәрі өзінің оқуларын 2013 жылдары бітірген. Олардың жұмысқа орналаспаған басты себебінің бірі, олар жаңағы әр мемлекетте жаңағы диплом құжаттарын дайындау мерзімі 3 айдан 9 айға дейін созылады. Сондықтан қолдарына диплом алғаннан кейін олар жаңағы түлектердің бәрі жұмысқа орналастырылатын болады. 1994 жылдан бері 9250 стипендия тағайындалды. Қазақстан жастары әлемнің іргелідегі 200-ден астам университетінде көбіне көп ақш, Ұлыбритания және Европаның бірқатар елдерінде білім алды. Қазіргі таңда 3000-ға жуық жас сырт мемлекеттерде оқып жүр. Болашақ бағдарламасын тағайындау елбасымыздың тарихи шешімі, Қазақстанның білім беру саласындағы үлкен жетістігі. Бүгінде болашақтың мыңдаған түлегі ел экономикасының әртүрлі саласында еңбек етуде. Сондықтан сапалы білім аламын деген дарынды жастарға қолдау жалғасатын болады. Елге оралған жастар мемлекеттік секторда, ұлттық және жекеменшік компанияларда табысты жұмыс істеп келеді. Бағдарламаның алғашқы 10 жылдығында мемлекеттің қаражатына білім алып, кейін шетелде қалып қойғандары да болды. Бірақ 2005 жылы жылжымайтын мүлікті кепілдікке қою тәртібі енгізілген соң, мұндай келеңсіздіктер қайталанған емес. Дегенмен қадағалау сақталады. Министрлік ұлттық қауіпсіздік комитетімен бірлесіп шетелдегі студент ақпараттық жүйесін толығынан енгізді. Енді бітірушілердің елге оралу және жұмыс істеу қатаң бақылауда болатын болады. Бағдарламаның 20 жылдық тарихында 333 адам оқуын жалғастыра алмады. Олардың көбі үлгерімінің төмендігінен оқуын аяқсыз қалдырған. Болашақ әлемдік тәжірибедегі бірегей бағдарлама саналады. Әр студенттің оқуына жыл сайын 5,5 миллион теңгеге жуық қаражат жұмсап, ай сайын $2000 стипендия төлеп отырған бір мемлекет болса, ол Қазақстан. Біздің стипендиямыз өте жомарт. Қазір біз сол аймақтық коэффициент, арнайы біздің өзіміздің коэффициент болады, кішкене көтереміз ғой деймін. Неге десеңіз, Лондон қалай болса дүние жүзінің ең қымбат қаласы, соған байланысты. Мысалы басқа жерлер жетіп отыр. 2008 жылы мамандықтар тізімі қайта жасақталып, инженерлік техникалық кәсіптерге ден қойылды. Биыл наурыз айында Қазақстан 2050 стратегиясының мақсат міндеттері ескеріліп, жаңа мамандықтарға басымдық берілді. Дархан Әбдуахит және Ерсін Мұхамбеталин, Хабар агенттігі.